Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы ақыл-ойды дамыту ойындары. Санау Шульте кестесін қолдану. Бұл сабақта баланың ақыл-ойын дамыту үшін бала қандай ойындар ойнау керектігін көрсетемін. Бала бос уақытын көбіне телефондағы ойындарды ойнаумен өткізеді. Телефонды көп қараған баланың көзіне зиян келтіретіні бәрімізге белгілі. Сол үшін мен сіздерге телефондағы ойындарды ойнамай-ақ, тек қана қағаз бен қаламды пайдаланып, баланың ақыл-ойын дамытатын ойындарды көрсетемін. Осы сабағымды көріп болғаннан кейін каналға жазылу үшін подписаться деген сөзді басуды ұмытпайық. Ойынды бастамас үшін бірінші қағазға мына кестені сызамыз. Бұл кесте көлденең және тігінен есептегенде 4-4 барлығы 16 тор көзден тұрады. Баланың жас ерекшелігіне қарай 3-3 9 тор көз, 5-5 25 тор көз, немесе одан да көп тор көз сызуға болады. Тор көзді сызғаннан кейін 1-ден 16-ға дейінгі сандарды әр жерден жазып шығамыз. Мысалы, мына кесте бойынша жазып шығуға болады. Ойынның шарты бойынша бала 1-ден 16-ға дейінгі сандарды санау бойынша көрсетіп, 16-ға дейін санап шығу керек. Екінші ойыншы уақытты қосады. Бұл уақытпен ойналатын ойын. Бұл ойынның екінші түрі бар. Екінші ойыншы сандарды айтады. Мысалы, 5, 4, 15, 12 тағы басқа. Бірінші ойыншы атаған сандарды көрсету керек. Бұл ойында кестеге әріптерді де қолдануға болады. Мұнда уақыт қосылады. Бала алфавит бойынша әріптерді көрсетіп, айтып отыру керек. Ойынның шарты бойынша көрсеткен әріптерді немесе сандарды қаламмен сызуға болмайды. Ойынның екінші түрінде екінші ойыншы әріптерді атайды. Мысалы, А, Ж, Б, И. Бірінші ойыншы атаған әріптерді көрсетіп отыру керек. Мына тапсырмаға қарайық. Бұл тапсырмада 1-ден 25-ге дейін сандар жазылған. Сандардың орнына әріптерді жазуға болады. Ал енді балалар осы секілді тапсырмаларды қағазға жазып ойнап көруге болады. Бұл ойын балаға жылдам ойлануға, жылдам оқуға үйретеді. Бұл ойынды күніне 3-4 рет уақытпен ойнауға болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.